Kеттік. Қалың қалай құлым ау. Кешеден түннен бері сен мені алаңдатып қойдың ғой. Жаңалығым бар дегенде оқырмандармен бөліссем маған деген бәрі келін келе жатқан шығар, баланың үйленем дейтін шығар деген жаңалық деген сайын одан сайын жүрегім аузыма тығылып өз концерттің алдында үйленгенін естеп. Не жаңалық? Солай бір аяқ астынан күшті бір идея келді, жаңалық болатындай. Әке қайда? Әке сол концерттің қамымен. Бека келді, Бека! Достар! Бека Мені қайнаған жұмыс құлныма көрдің ба? Концерттің алдында. Ал енді. Уточнишь, пожалуйста, перезвони бабы. Келін алып келген жоқсың. Бір күшті жаңалық. Айтшы, алшы. Дайындықтарыңыз қалай? Той қаласайын деп отырма қалай болып тұр өзі? Бір күшті бір идея келді маған. Ал. Так, идея. Менің оқырмандарым. Әрине енді әкем қолдаса. Так. Ал. Қандай идея? Мен енді қазір маркетингте істеп жүргеннен кейін біраз қарап, мынандай бір идея келді да, Барыс Арена үлкен не емес па? Стадион емес па? Сол жерде енді мына фан-зонада шынайы жанкүйерлер, Ұлытаудың тыңдармандары тұрады. Мысалы, бірнеше сағат тұрып тұрады, шаршайды. Егерде мына мініп жүрген мен өзім Toyota Camry'ді сыйлап мінгізсем ба деген. Сол фан-зонада билет сатып алып келген адамдарға тек қана. Тек фан-зонаға ма сонда? Сыйлап болғанда билет алады. Сол фан-зонаға сосын. Сол кісілер тек солардың арасында дейді ғой. Солардың арасында ойнатпақшысың. Тек қана фан-зона. Неге именно фан-зона? Жаңа айтқанда енді настоящие фанаты. Жастар ғой, нағыз жастар ғой сонда тұрады. Өзің естейсің деген сияқты ғой? Иә, жастардың ішінде Бекболаттың айтып тұрғаны фан-зонадағы жастардың ішінде жаңағыдай ойнатып сол жерде нағыз бір көрерменге сыйламақшысың ғой. Солай ғой, менің түсінгенім. Ұлытау құдасына шашу шашып жатыр ғой енді. Сонда енді бір үлесім болсын деп өзімнің ой бәрі міне жас кесесізге міне Беконай міне ал міне дұрыс айтасың. Как раз енді 15-ақ күн қалды ғой, жарнамалық тұрғыда әртүрлі нәрсені айтып қайта күні бойы өстіп отырмыз ғой міне. Негізі әкесі не дейді екен бізде? Қалай? Әкесі айтып болды сол сөзді. Мынандай шынымен де бұл үлкен концерт, бәріміздің ұйықтамай жүргеніміздің өзі міне күні-түні. Ниетіңнің өзі қандай? Әрине ниетің Алла разы болсын. Соған кәдімгідей ойланып өзінше идея тауып келгеннің өзі біз үшін енді үлкен тосын сый. Шын айтқанда тосын сый. Алла разы болсын. Жаңалығым. Енді оны қалай жасау, сонда қалғандары қалай болатын механизм детальдарын анықтайық. Ойластыру керек. Иә, қазір ақылдасып, ойластырып. Бұл дегендеріңіз бұл үлкен үлес қой. Үлкен үлес. Әкең бетінен қақпайым, қолдайым деп отырмын. Құдай қаласа, онда бастайық, осы жобаны онда ұсынайық, тездетіп, өйткені уақыт аз қалды ғой. Боламын деген баланың бетінен қақпай белім бұл деген. Молодец. Жарайсың. Деген жаңалық емес екен. Ұлытаудың ұлы тойына шашу тойға басады ғой, келін бұйыртса. Келін концерт болғаннан кейін болсын. Автопатида келін күтейік. Бірінші концерттеріңді беріп алдашы айналайда, содан кейін келін деп жатыр ғой. Концертті атқарып алайық. Тамаша. Дальше больше. Керемет идея. Шашу болды ғой тойға.